жанды жаңағыдай білетін азаматтардың бәрі пышақ ұрып кеткен. Мемлекеттік бағдарламалар халықты жарылқаса жарылқайтын уақыты болды ғой же. Не деген ол бағдарлама? Оны жасаған адамды кәдімгі халық жауы деп тануымыз керек. Бұл мемлекетте кедей өмір сүруіміз мүмкін емес. Тамағымды уже кредитке алып жатсаң, сонда біз не болдық осы жерде? Біз бұл дүниеге кредит төлеуге келдік па, әлде өмір сүруге келдік па? Гигабайттары жетпейді әкімдердің. Қайырлы құрметті көрермен, біздің бағдарламамыздың осы келесі санын қоғамда әртүрлі жаңа креативті идеялармен ұсынып жүрген, танылып жүрген, бірақ солай болса да артынан үнемі дау қалмайтын, сөз қалмайтын тұлға бар. Осы адамға арнамақшымыз, оның идеяларын талқылап, жобаларын, түпкі мақсатының не екенін білмекшіміз. Бүгін біздің кейіпкеріміз көптеген адамдарға тегін баспана, жеңілдікпен баспана береміз деп үнемі жар салып жүрген Көңілбай Шүкенов. Көптен бері өзіңізбен тілдесуді үнемі жоспарлап жүрдік, бүгін сәті келген сияқты. Көптеген сұрақтар бар көкейде, біздікі емес халықтың арасында шешімін таппай жүрген күмәнді қазіргі бар алмалы мынау төкпелі уақытта кімнің өтірік екенін, кімнің шын екенін айыра алмайтын жағдай болып жатқан кезде сіздің айналаңыздағы дауға байланысты біраз дүниенің мәселесін, шешімін, сұрақтарын жауабын алсақ деп отырмыз. Сіз шын айтуға, тура айтуға дайынсыз ғой? Дайынбыз. Біреу үй алдық дейді, біреу машина алдық дейді, біреу ала алмай қалдық дейді. Шулап жатады. Көңілбай алдап кетті дейді. Көңілбай алаяқ деп ақпараттарды оқимыз. Бұл дау-дамай деп сіз айтып жатсыз мадан бері. Көп мәселеде бірінші мына неден басталады ғой, жаңағы адамның ниетінен басталады. Бұл жұмыстардың бәрін бастаған бетте біз осы Асыл Адам қорынан бастаған кезде қандай қиындық болса да ажыраспаған отбасына үй береміз дедік. Одан кейін осы мына банк жүйесіндегі болып жатқан қаржы мәселесіне болып жатқан жобалардың бәрін қарап отырып, көптеген жобаларды жасап шығардық расында. Енді бүгін сіздер осы артық кезде көп сұрақтар осындай болып кетті. Қазір журналистердің көбісі осы туралы айтады. Негізі біздің басты мақсатымыз баспананы немесе автокөлікті пайызсыз беру. Ал енді кез келген жобаны жазғанда заң, маркетинг, экономикасын, стратегиялық даму жоспарларын жазып шығасыз ғой. Жазып шыққан кезде көбінесе сырттан келетін қауіптер бар, іштен шығатын қауіптер бар. Риск дейміз ғой. Сондайдың бәрін есептейсіз. Оның ішінде бізде ең үлкен рисктің бірі инфляция, девальвация деген мәселелер бар. Құнсыздану. Бірақ мен күтпеген оқиға болды. Мен күтпеген оқиға деген жаңағы бұл жобалардың ішінде мен ешқашан ойламаппын. Мен өзіміздің құрған жобадан, Аллахтың қалауымен құрған жобадан шеткері қаралым деген. Осы жерде, сөзіңіз аузыңызда, неліктен сіз Аманат драйв болып қалдыңыз? Аманат Хоумның шын мәнінде сіз негізін қалаған болсаңыз, неге ол аты мен затын қосып өзіңізде сақтап қала алмадыңыз? Неге айырылып қалдыңыз? Жоқ, айырылып қалған ешқандай жоқ. Бұл кезде кәдімгі Қазақстан мемлекетінің заңына сәйкес, бұл жерде біздің өзіміздің ішкі жарғымызға сәйкес дауыс беру процесі болды. Заңгерлер оны өткізді, жан-жақтан адамдар келді. Әрине халықтың басындағы көпшілігі 2000-дай адамы дауыс беріп маған положительный дейміз ғой, сол жеңіске жетуге жобаланып солай отырған моментте енді өздеріңізге белгілі азаматтар маған қарсы бірнеше оқ атып, бірнеше ақпараттарды, жалған ақпараттарды жібере бастады. Сонымен көпшіліктің таңдауы бойынша Аманат Хоумның басшылықтары сол жаңағы Алматы қаласындағы қыздар және де осы менен кеткен, сол жобаны бірге алып кеткен, сол жаңағы танымалдардың бәрі сонымен бірге кетті. Біз сонымен дауға негізгі себеп мына семіздікті қойғана көтереді дейді ғой. Мысал үшін кез келген жобаны жасаған кезде мен өзіме команда жинаймын. Мысал үшін сіз менің командаға жұмысқа болып қатарға кіргеннен кейін, бастап осы идеяны айтқаннан кейін, көп құпияларын білгеннен кейін, миллиардтаған ақшаларды көргеннен кейін, енді соған еріп кетті деп ойлаймын. Бірақ мен ондай болады деп ешқашан ойлаған жоқпын. Мен ойлаған сценарийда жаңағы бізге нападение болады, неше түрлі жаңағыдай ақпараттар, шабуылдар болады, осындайлар болады деген болды, бірақ ең бір ауыр соққысы іштен шыққан жау жаман демекші, қасымда бірге намаз оқып, шай ішіп, жанды жаңағыдай білетін азаматтардың бәрі пышақ ұрып кеткені. Ашық айта берейік, сол кезде Балғынбек Имаш деген азамат звондап маған, соң 10 компания тартатын басым бар ғой Көңілбай, енді сен ақылға келсей, Аманат Хоум деген названияны бізге қалдыр. Мен айттым, жарайды, жақсы, бірақ сіздерден шығам деген азаматтар 160 адамдай хат жазыпты, өтініш ақшаларын қайтып беруге. Шығардыңыздар дедім. Все болды деп сонымен кеттік. Мен өзімнің айтқан бойынша сол уәдемді ұстап қалдым.
ал олар өз уәделерін ұстаған жоқ. Қанша салымшының ақшасы айналымда жатқан еді осы кезде? 3500 адам. Ақшаға шаққан кезде? Ақшаға шаққан кезде, енді соңғы кезде мен негізі дау-дамайдың бірден басталмайды ғой. Соңғы кездерде мен уже отчет ала алмадым, уже басшылардың бәрі, жаңа қойған адамдардың бәрі, жаңағы оны қасында жүрген, жалпы негізі маған күн сайын отчет кеп тұру керек. Арқы кезде маған отчеттар келмеді. Одан кейін жаңағы мен айтылған шаруалар орнына бармады. Жалпы одан кейін бір нәрсе сезе бастайсың, осыларда не болып жатыр деп. Сосын кейін неше түрлі компроматтар жинала бастады менің атыма. Өкінішке орай сол компроматтардың бәрін жаңағы менің бір алаяқтығымды немесе бір нәрсені жеп кеткенімді жаңағы дәлелдей алмады олар. Олардың өкінішіне. Потому что олар сол кезде мен айын деп тұрған жоқ, мысалы үшін. Арнайы ұйымдасқан түрде, мақсатты түрде бөлінетін дым жоқ. Бұл кезде Аманат Драйв деген бір бөлек организация, Аманат Хом деген ол бір бөлек организация. Осыны ара-жігін ажыратып алайықшы. Бірақ Аманат Хом ол кезде үй ғана беретін, Аманат Драйв машина ғана беретін. Енді олар кеткеннен кейін күн сайын жаңағы танымал жаңағы өзіміз айтқан азаматтар тікелей эфирден жаңағы ақпаратты жуылатып отты. Осындай Аманат Драйв деген болмайтын нәрсе 4 айдан кейін жабылады деген әңгіме айтқан кезде ертесі күні бізге лық етіп қаншама адамдар келіп заявление жазды. Аманат Драйвтағы ақшамды қайтып бер деп. Біз Аманат Драйвтың ішінде де сайлау өткізіп, сайлаудың жеңімпазы мені анықтап, сол кезде кәдімгі официально жұмысқа мен кіріп, содан жаңағы бірінші очередь мен не істеуді бастадым. Адамдардың бүкіл ақшаларын қайтарып берумен айналыстым. Біздің жаңағы кездегі расымен де мысалы үшін сол кісілер енді қатты қиянат жасады, мысалы үшін конкретно аттарын атап айтпай ақ қой, Аллаху алейм. Бірақ сол кісілердің бәрі күн сайын эфир жасап, сондай жаңағы ақпараттық шабуыл жасағанда бізден қаншама адамдар келіп ақшаларын алып кеткен кезде, сол кездегі адамдар келіп айтсыншы, мен ақшамды ала алмай қалдым деп. Айта алмайды. Неге? Өйткені бәрін ақшасын қайтарып берді. Ал енді мына жаққа келетін болсақ, Аманат Хомға келетін болсақ, олар қайтарып бермеді. Сіз Көңілбай мырза, ішіңіз сезіп отыр ғой, сіз өзіңіз білесіз ғой, нақты тырнақшаның ішінде болсын, былай болсын, лақтырып кетті деп жатырсыз, иә? Кімдер? Айта аласыз ба? Неге айта алмайсыз сіз? Жоқ, неге айта алмайсыз? Сізді бүкіл елдің алдында былайша айтқанда қара бет қылып отыр. Сіз соның барлығын көтеріп, атын атамай қояйын дейсіз. Жоқ, енді мысалы үшін қазір атын атамағанда, мысалы үшін бәрі жарайды, жаңа ана қыздардың аттарын атап келе жоқ, иә? Бұл жерде ең ауыр нәрсе. Артында тұрғандардың есімін атай аласыз? Артында тұрғандардың есімі олардың Инстаграмында тұр уже. Барып қарасаңыздар, Инстаграмда тұр. Ол жаңа мемлекеттік қызметкерлер, басқа мәселелер. Оның бәрін жай сызып қойыңыз. Өйткені жаңағы мүмкін ұяты болуы мүмкін, болмасы мүмкін. Бірақ мына жақта халықтың алдында жүріп, қаншама менімен бірге намаз оқып, бірге шай ішіп, бірге ақылдасып, айналайын деп арқамыздан қағып, астымызға көпшік қойып жүрген Балғынбек Имаш деген азаматты айтуға болады мысалы үшін. Ең ауыр соққы осы жерде. Енді бөлек кеттіңіз. Қазір Аманат Драйв ол үйді де береді, машинаның да салымшыларын алады, иә? Енді бөлек кеттіңіз, жақсы жұмыс істеп жатыр екенсіз. Бөлек кеткеннен кейін қанша адамға үй бердіңіз жеңілдікпен, қанша адам машина алатын мүмкіндікке ие болды? Иә, статистиканы айтатын болсақ, кеше ана біз осы бойынша тікелей эфир жасап, статистиканы отчет бердім. 3500 адам бізде тіркеуден өткен, 3500 адам, 1000 адамы автокөлікпен баспана алды. Ол деген 30%, жалпы құрамында 30%-ды көрсетеді. Мемлекеттің миллиард бөледі үй алуға. 2%, 4%, 5% бар. 20-20-25 әр түрлі бағдарламалар бар. Мемлекет ақша құйып жатқан кезде, жақтан Көңілбай шығады да пайсыз үй береміз дейді. Бұл не деген батпан құйрық? Осы жерде 10 адам тұр. Ал үй алайық десеңіздер, кімде қазір алғашқы жарна бар? 10 адамның біреуінде немесе екеуінде ғана алғашқы жарнасы болуы мүмкін. Қалғандар айтады, маған жинақтап тұрып алуға мүмкіндік бар ма? Хорошо, 3 жыл бойы жинақтап тұруына болады. Қаншама отбасыларға тегінде үй беріп жүрдім, Аллахтың ризашылығы үшін. Енді, мысалы үшін, өз басыма жететін миыммен өзімнің отбасымды бағып спокойно жүре бермеймін бе? Неге мен халықтың аманатын арқалауым керек? Мен не үшін мен халыққа осыны айтуым керек? Осы жағынан неге қарамайсыздар? Сіздер журналистер постоянно. Жақсы. Мемлекеттің жаңағы 2%-дық, 4%-дық, одан кейін жаңағы сіздің айтып отырған алғашқы жарнаны салмай-ақ үй береміз деген бағдарлама шығарды. Осылардан сіз бір кемшілік тауып отырсыз ба? Көңіліңізге жақпай ма бұл? Жалпы мемлекеттік бағдарламалардың халықты жарылқаса жарылқайтын уақыты болды ғой же. Бізде мысалы үшін шамалы соған келу керек та, мысалы үшін. Қазір мысалы үшін қарап отырсаңыз, үй өртеніп кетсе, халық ақша жинап береді. Жаңағы
бір емге ақша керек болғанда халық жинап береді. Біз уже осы мәселеден ақ көруімізге болады ғой. Оказывается, біз өзіміздің күнімізді көреді екенбіз ғой. Қазіргі жағдайдың ажырасуы ол материалдық тұрғыда болып кетті. Және де жаңа сіз айтып отырған мемлекеттік бағдарлама бақытты отбасы десе 2% кредит деген кезде мен уже жаңып кетемін. Неге? Бақытты отбасыны алу үшін дейді да, мысалы үшін. Акиматқа барып кезекте тұруың керек. Және де олар кезекке тұрып келеді жаңағы. Анаған ақша төлеп келеді жаңағы. Алғаш жанасын бір нәрсесі сертификат алып келеді. Бәрін жинап келеді. Ең артында айтады ғой жаңағы. Сіздер ажырасып келулеріңіз керек. Өйткені толық емес отбасы деген заңға жазып қойған. Немесе көп балалы болу керексіз. Көп балалы само собой. Енді мына жақтан анау кісілер ажырасып келіп үй алып жатқандар болды. Яғни үй алуға енді қараңыздар, үй алу үшін адам ажырасып кету керек. Не деген ол өкімет, не деген ол бағдарлама. Оны жасаған адамды кәдімгі халық жауы деп тануымыз керек. Өйткені ол кәдімгі әрең күнін көріп жүрген азаматшалардың, отбасылардың ажырасуына бірден бір себеп болып отыр. Жоқ, мемлекет нақты бір белгілі бір азаматтар категорияға сәйкесінше үйдің кезегіне тұру керек деген тізімді шығарды. Соның ішінде толық емес отбасы бар. Оның барлығы бақытты отбасы арқылы мен үй алуым керек, сондықтан міндетті түрде ажырасуым керек деген оймен бармайды ғой. Шын мәнінде дәм-тұзы жараспай ажырасып кеткендер де бар. Сонда олар бақытты бола алмай ма? Олар сонда бақытты отбасы деген категорияға кіре алмай ма? Жоқ, бақытты отбасы дегенді олар күлкіге айналдырып жүреді. Кеше енді ажырасып кеткен отбасылар бар ғой. Өткенде ажырасып кеткен, олар шығарған кезде үйінде отыр, бірақ күйеуі де әйелді. Енді ажырасып кетіп, енді жаңағы үй алатын кеп қалдау деп тұрған кезде мемлекеттің бағдарламасы өзгерді. Сіздер бақытты отбасына ажырасқан отбасылар болмайтын болды деді. Олар ажырасып алған үйінде отыр бірақ. Әйелдерге арналған ұмай деген ипотекалық бағдарлама бар. Қазақстандағы ең жоғары ипотекалық бағдарламаны осы келіншектерге арнап қойған. 13,5%. Ол 13,5-тен басталады. Әрі қарай кете береді ол. Сіз енді есептеңіз. Ол сложный математический схемамен есептесеңіз, сіз сол уақытта по-любому бір үйге бір үй қосып төлейсіз. Төлей алмай қалсаңыз, сіздің алғашқы жарнаңызды, ай сайынғы ақшаңызды, оның жаңағы бүкіл ақшаңыздың бәрін сыпырып алады, үйді де сыпырып алады. Осы жерде, мысалы үшін, міне қазір осы бағдарламада, мысалы үшін, давайте ашық сөйлесек, жаңағы шамал неден басталды ғой. Бірінші мынаны айтайықшы. Сонда біздің жаңағы банктерге тек қазір атын сызып, астын сызып айтайық. Осы халықты тонауға кім рұқсат береді, айтыңызшы? Неге біздің бағдарламамыз төке жаңағы солардың айтқанын болу керек, солардың айдағанын болу керек? Біздің халықтың мүддесін қорғайтын бір бағдарлама бар ма сонда? Мысалы үшін, мынандай адамдар келеді, мысалы үшін, біз бұрын осы бағдарламаны аспаған кезде мен жаңып кететін. Мен үйім бар еді, мен үй алып едім, мен алғашқы жарнасын төледім, нені төледім. Енді бана коронавирус болып қалды деген сияқты. Енді онда коронавирус болған жоқ, енді мен сіздерге понятный болу үшін айтып жатырмын. Мынандай жағдай болып қалды, менен форс-мажор, мен жаңағы аяғым сынып қалды, анау мынау болып қалды. Бірақ сол кезде төлей алмайған кезде мен үйімді алып қойды. Өйткені мынау штраф, санкция бәрін ананы төлей алмайтын үй тастаған. Үстемесі бар қосып жатқан. Соның бәрін қосып тастаған кезде анау бір айдан екінші былай өсіп кетеді де былай. Ана кісіге төлеуге мүмкіндік болмай қалады. Сол кезде үйін тартып алады, ай сайын ақшасын тартып алады, алғашқы жарнасын. Осындай бағдарлама сіздерге ұнай ма өздеріңізге? Сіз 10 миллион теңгенің үйін алдыңыз, 5 миллион теңге төлейсіз, 5 миллион теңге сізге банк берді дейік. Сіз 10 миллионнан процент жүргізеді. Қазақстаннан бір заңгер, Қазақстанға жан ашитын, халыққа жан ашитын бір депутатыңыз, бір мұсылмандағы жаңағы жайшылықта жаңағы сөйлейтін кісілердің бәрі жаңағы солардың ішінен біреу шығып айтты ма осыны? Тоқтаңдар. Мына 5 миллион кісінікі, 5 миллионна сенікі. Неге сен 10 миллионнан процент жүргізесің деп бір адам айтты ма? Айтқан жоқ. Ұмай ипотекалық бағдарламасына Орталық Азия даму банкі жыл сайын ақша құяды, транш бойынша. Биыл тағы да қомақты көлемде құямыз деп келіп, көріп, өздерінің жұмысының нәтижесін шын мәнінде қазақстандық келіншектердің ипотека алуға мүдделі екенін, қызығып жатқан, оның статистикалық көрсеткішіне көңілдері толғаннан кейін болу керек. Біз биыл да тағы ақша беретін болдық деді. Бізге осы ұмайға қаражат құюға шын мәнінде ақша жоқ па үкіметте? 13,5%-дан басталатын ипотеканы банк не үшін қойып отыр? Өйткені өзі Орта Азия даму банкінен қарызға алып отыр. Яғни Орта Азия даму банкі әжептәуір қомақты көлемде пайызын көбейтіп қарызға ақша беріп отыр деген сөз. Неге біздің үкімет пайызсыз банкке ақша беріп, банк 1-2% қойып, ортада оператор болған үшін қаражат алмайды деген сұрақ туындайды? Ақша жоқ па бізде? Мынандай бай мемлекетте тұрып, жер көлемі бойынша әлемдегі 9-шы орында тұрып, ата-бабамыздың қанымен, жанымен келген жерде
18-20 миллион адам аш отыр деген, немесе үйсіз отыр деген ол болмайтын, миға сыймайтын нәрсе. Значит, 18 миллион адамның басы жұмыс істемейді, или олардың бәрі соқыр деген сөз. Енді осыдан көзді ашып қарау керек. Сіз айтып отырған жаңа банктер, сырттағы банктер. Қашан біз өзіміз сыртқа қарыз береміз, айтыңыздаршы. Мемлекеттің ішіндегі болып жатқан ауыз түйісіп мәселелердің бәрін қарызға шешіп кете береміз бе сонда? Президент келеді кетеді, қарыз халқымыздың, одан кейінгі ұрпағымыздың мойнында мәңгі қалады. Кеше тағы да 164 миллиард қарызға ақша алып жатырмыз. Неге біз постоянно біреуден қарызға ақша алуымыз керек осындай байлықтың үстіне тұрып? Біз наоборот берушілердің қатарынан болуымыз керек қой. Осының бәрін қарасаңыздар, құрметті осы журналист, жаңағы мына тыңдарман, оқырмандарымыз бар сіздердің, ойлану керек. Біз бай мемлекетте тұрып жатырмыз. Бұл мемлекетте кедей өмір сүруіңіз мүмкін емес. Түсінесіздер ме? Мұнаймен, алтыннан, уран, бүкіл осми, рени, бәріне түсетін ақшадан мен 1000 рет есептедім осы мәселені. Бізде 2030 деген Азияның барысымыз деп, 2050-де біз деген қалқып жүретіндей бір сондай бір бағдарламалар болған. Оған миллиардтап ақшалар бөлінген. Қазір мида қалмады ол. Ешкімнен сұрасаң білмейтін не болғанын. Стратегиялық жобалар болды ғой нақты. Енді біз қазіргі ахуалымыз мынандай. Әйелдер, мен күйеуім тастап кетті, талақ қылып лақтырып жіберді, 4 балам бар, 7 балам бар, мүгедекпін деп айтудан арланбайды. Немесе әкелер де сондай. Иә, енді біз 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін қандай жағдайда отыруымыз мүмкін? Қандай жағдайда елестетуге сараптамалық болжам жасауға болады? Арт жағынан бастайық. Сіз айттыңыз жаңағы, барысты айттыңыз, 2050-ді айттыңыз, стратегиялық даму жоспары деген. Ол жоспарлардың бәрі сол кезде уже болмайтын белгілі болған. Неге? 2000 жылға дейін естеріңізде бар ма? 2000 жылға дейін біз Қазақстандағы жер астындағы қазба байлықтарды жекешелендірумен айналыстық. Жекешелендіріп бітірдік, дымын қалдырмай. Одан жаңа халыққа түсетін гулькин-нос дейді ғой, халыққа түсетін дымы жоқ одан. Енді қараңыз, 2000 жылдан кейін біз қарасақ, халықтың қолында не нәрсе бар екен? Халықтың қолындағы жаңағы өздерінің жаңағы Совет елінен қалған хрущевкасы, өзінің соғып алған баспанасы бар әр жердегі, әр әгідік тұрған. Біз енді соларды кірістік тартып алуға. Ананың бәрін уже беретін адамға беріп тастадық, оның ішінде қазақтар қанша процент екенін Аллаға әлем. Өздеріңіз де білесіздер кімнің қолында екенін. Осы қазір сайрап жатыр ғой, жаңағы осынша процент деп. Мен енді бұл жерде тұңғыш президенттің қателіктерін сараптап айтпай қойын. Мүмкін ол кісіге сондай мәселелер туындаған шығар. Бірақ бұл кезде бір мәселені айту керек. Фактын айту керек. Ол кететін адам. Істейтінін істеді. Біз енді соныкін дұрыс, бұрыс емес, ары қарай не істейміз деген мәселеге келуіміз керек қой. Енді айтатын болсақ, талдап, кешегі кеткен 2000 жылға дейінгі үйлердің жер байлықтары кетті. 2000 жылдан бастап біз қазір бүкіл қалалардағы үйлердің документтерін алдық та банкке беріп тастадық. Банк дегеніңіз тағы да бір 5-6 адамдардың мәселесі ол. Ол туралы айтуға болады керек десеңіздер. Ал енді мына жердің астындағы байлығыңыз сырттікі болса, жердің үстіндегі қалалардағы үйдің документі банкте болса, банктың қожайындары келешекте жаңағы Қытай, немесе Ресей, Америка, Африка болатын болса, сонда бізде қазақта не қалады айтыңыздаршы, мына денемізден басқа. Оның үстіне жынның келетіні, мына үстіне киген киімін, анау аузынан өтіп бір жерінен шығатын тамағынды уже кредитке алып жатсаң, сонда біз не болдық осы жерде? Біз уже тауықтан да жаңағы есектен де жаман болдық. Яғни алдағы 20-30 жылда сіз үміт күтпейсіз бе, жақсы нәрсе күтпейсіз бе? Не нәрсе күтесіз сол 20-30 жылда? Уже сіз уже қазір келдіңіз, уже кредит тесік қалған жоқ, трилетін не қалған жоқ. Потолокқа жеттік. Потологыңыз емес, уже біз уже асып кеттік потолоктан. Енді қазіргі уақытта біз уже өзіміздің пенсионы фондтағы ақшаны өз қолымызбен біреуге апарып беріп жатырмыз. Бұрын еріксіз төлеп тұрдық. Бұрын ана көкеміз болған кезде пенсионы фондтағы ақшаны былайда бере берген тұғын. Қазір екінші көкем келген кезде пенсионы фондтағы ақшаны аны бере алмайды. Өйткені пенсионы фонд деген ол президенттің ақшасы емес қой. Пенсионы фонд деген үкіметтің ақшасы емес. Пенсионы фонд деген халықтың мандай терімен жинап қойған ақшасы. Банктер барып жаңағын алғысы келген шығар. Енді келген шығар, кавычках. Ол кісі айтқан шығар, кавычках. Бере алмаймын мен сендерге ақшаны. Өйткені ол халықтың ақшасы, мен қол қойып беретін мен полномочиям жоқ. Давайте онда біз ол халықтың өз ақшасын өзі әкеп бізге лақтыратындай жағдай жасап берейікші. Енді олар умный адамдар ғой, керемет. Бізден 100 жыл алға қарай ойлайтын. Баратта программа жасап береді. Кім пенсионный счетындағы ақшасын алып бейтіп қалсаңдар деген адамдардың бәрі фыр ете қалды. Сөйтіп өзінің пенсионный фондтағы кәрілікке ертең онда неменеге жинадық оның бәрін? Соларға беру үшін жинадық па осындай қиын қыстау кезде?
мемлекетте жемқорлыққа қарсы әртүрлі бағдарлама бар, бірақ десе де үнемі бізде жемқорлық тоқтаған емес, және халық бір лауазымды тұлғалардың ұсталғанын, қамалғанын, соның бәлем миллиард ұрлағанын күтіп отыратын сияқты. Арасында сондай бір ақпараттар тарап, ан жақтан ұсталып жатады. Қазіргі уақытта кландық, бұрын қаңтарға дейін кландық айқас деген болған. Халықтың оғымында кландық айқас басталды, кландық соғыс болып жатыр деп біреу қалмаса. Қазіргі алдағы жағдайларды қалай деп сипаттап бере аласыз? Бұл жерде клан мәселесінде көп нәрсе айтпай қойын. Негізі әр кезде де, әр уақытта да осындай жаңағыдай үлкен жаңағы правительдер кеткеннен кейін артында қалған жаңағы нелердің бәрі, қалған құтқандардың бәрі бір-бірін жеп, бірін-бірін өлтіріп, бірін-бірін таптап, айыптап, сондай жағдай ол тарихта көп болған жағдай мысалы үшін. Ал енді біздің Қазақстанда сондай болмасын деген негізбенен жаңағы өз еркімен жаңағы уақыты келгеннен кейін бірінші президент екінші президентке өзінің мандатын тапсырып кетті. Дұрыс, енді тапсырып кетті дегенмен енді келісетіні бар, онымен келіспейтіні бар, бірақ енді солай болды ғой. Енді қазіргі уақытта қай клан қалды, қай клан не істеді, оны өздеріңіз-ақ біліп отырсыздар ғой. Көңілбай қаржыгер ма, саясаткер ма, экономист па, кім? Көңілбай деген халықтың арасынан шығып, өзінің жан-жағына қарап, не болып жатқанын айқындап, сосын кейін бұл тығырықтан қалай шығамыз деген жолды іздеп, оның стратегиялық даму жоспарын, оның маркетингалық даму жоспарын, экономикалық және де заң аясында оны қалай дамытамыз деген жобаны тауып, соны іздеп тапқан азамат деп айтсаңыз болады. Кейбір адамдар мені басқа бір қызметтердің, жаңағы арнайы қызметтердің, жаңағы ұлттық қауіпсіздік қызметтің адамдарымен шатыстыруы да мүмкін. Даже кейбір жаңағындай сондайды естігенде жаңағы. Сіздің жаңағы білетін ақпараттарыңыз өте үлкен, және де мына осы мемлекеттік қызметкерлермен сөйлескен кезде де айтқан. Сізді бір тексертіп алатын екен, өзі кімсіз деп. Солар тексертті ғой, мысалы үшін. Көңілбайдың артында кім тұр өзі? Көңілбайдың артында бір Алла тұр. Қалай қаржылық тәуелсіз болуға деген нәрсені айтпайсыз? Неге? Деньги сопутствующий атрибут достижения цели деп айтатын. Ақша мақсатқа барар жолдағы бір құрал ғана. Басқа ешқандай оның пайдасы жоқ. Ал енді ақша мәселесін айтатын болсақ, біз мына ақшаны табу үшін дүниедегі ең қымбат 8 сағат уақытымызды жібереміз. Осы жердің астын сызып тағы да айтқым келеді. 8 сағат уақыт деген ол дүниедегі сіздің ең қымбат уақытыңыз. Сол уақытыңызды сіз ақша табуға жұмсадыңыз деге. Ал енді ақшаны тапқан кезде сіз айдың соңында зарплата аласыз. Зарплатаңыз үйіме машина алуға жетпейді. Неге? Өйткені сізге жетпейтін етіп есептеп қойдық та. Өйткені сіз кредитке барып кіруіңіз керек. Ал жаңағы банкке барып үй алғаннан кейін сіз жасыңыз 25-те болса, сіз төлеп біткен кезде 50 жасқа келесіз. Сонда сіз ана үйді төлеп біткен кезде жалындаған жастық шағыңызбен сол үйдің ақшасын төлеп біттіңіз жаңағы. Жалындаған жастық шағыңыз. Одан кейін айнаға қарасаңыз, уже сіз мүлдем басқа адамды көріп тұрсыз. Яғни қазақтар дәл қазіргі уақытта шынайы өмір сүріп жатқан жоқ. Шынайы өмір сүріп жатқан жоқ. Біз қазіргі уақытта ақша тауып банктерді байыту үшін өмір сүріп жатырмыз. Мен дүниеге келгенде, анамның құрсағынан дүниеге келгенде, мен бір нәрсені түсіндім. Мен бұл дүниеге ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпын. Сол үшін мен үшін ақша деген ол үлкен бір сондай тәуелсіздікке, қаржылай тәуелсіздікке. Ақшасыз тәуелсіздік, анау мынау деген мәселе екеуі келмейді. Жаңа деньги сопутствующий атрибут достижения цели. Мен бір мәселелерді айта кетейін. Сіздің жаңағы айтып жүрген қаржыңыз, ақша деп жүргеніңіз, ол минусқа кіріп кеткен ақша дүниеге шыққан кезде. Онда қарапайым халыққа мынау үкіметке алақан жаймаудың бір-екі инсайтын айтыңызшы. Алақан жаймаудың инсайты біріншіден мемлекеттік жаңағы кезекке тұрып үй күту деген мәселені қою керек. Ол үйді сізге берілмейтініне толық шешім қабылдап әрекетке кірісу керек. Өйткені қазіргі уақытта біз жаңағы барып ең бір жаман жер үміттендіріп қояды ғой. Сіз келіңіз үй аласыз деп ше. Сіз келіңіз 4%-пен біз сізге машина берейік дейді, 4%-пен. 100 миллиард теңге мемлекеттен ақша бөлінді. Бұл халықтың машинамен, автокөлікпен қамтамасыз ету үшін емес, бұл мемлекеттік маркетингалық ход. Түсінесіздер ме? Маркетингалық ход деген. Белгілі бір жерде жаңағы біздің елде 4%-пен автокөлік беріліп жатыр деген әңгіме үшін ғана. Ал 100 миллиард теңгені бөлейікші, 10 миллион теңгенің машинасына. 10 миллион теңгенің машинасына бөлсеңіз, одан кейін оны 10 миллион теңгеден қалған ақшаны 20 қалаға, облысқа бөліп берсек,
оны және де 4 жылға реализацияға бөліп берсек, жаңағы 100 миллионды жыл сайын 25 миллиардтан бір облысқа 125 машина келеді екен. Экспоны алайық, үлкен маркетингалық ход да, мысалы үшін текке кеткен ақшалар. Қазір қаңырап бос тұр, барсаңыз ішінде футбол ойнауға да жаңағы бір алаң жоқ, былайша айтқан кезде. Ешқандай не экономикалық, не маркетингалық, не сол кездегі ешқандай үмітті ақтамаған проектілер бұлар. Соның орнына біз бәленбай миллионға, миллиардтаған ақшаға үйлер салып, оны пайызсыз беріп тастасақ, ол уже экспоның ақшасын артқа қарай халық ай сайын қайтаратын еді. Мысалы үшін 10-дайға келген кезде біз береміз. Ал халыққа келген сендер бүйтулерің керексіңдер. Сендер жаңағы пенсионный фондта осындай болу керек. Сен жалақың осындай. Біліп тұрмыз ондайға жетпейтінін. Содан ең жаман нәрсесі осы жерде халықтың соқырлығы. Анау кредитті одобрено деген сөзді алу үшін, жаңа черный списоктен бір нәрседен шығу үшін, ортадағы делдалдарға 500 мың, 1 миллион теңге апарып береді. Анау жаңағы списоктен уақытша алып тастап, ана банктен өтіп кеткенге дейін. Мен сонда түсінбеймін да, біз бұл дүниеге кредит төлеуге келдік па, әлде өмір сүруге келдік па? Өмір сүруге келдік. Қазір енді экспоңыз халықаралық қаржы орталығы деп. Қаяқтағы оны бір бұрышы ғана орталық. Қалған бүкіл экспо орталық емес қой. Оның жаңа халықаралық орталықтың экспоның жаңағы МФЦ-ның өзіне бірінші жылға только жаңа раскачкасына дейміз ғой, жаңағы 20 миллиард ақша бөлінген. Ұлытау облысы болғаннан кейін әлемге жарқырататын бір проекті болсыншы деп ортасында жаңа біздің остров бар, жаңағы арал жезқазған, жан-жағын бәрі сумен қоршалған. Соның былай төбесінен қарасаңыз, жусанның жапырағы сияқты. Соның ішіне қаланың жаңа бас жоспарын жасап, геймплан дейміз ғой. Оны біз кәдімгідей егжей-тегжей жоспарлап. Сосын кейін енді әкім Берік Әбдіғали болғаннан кейін бірден алып баруға не істеп, тағы да пысықтап алайықшы осыны. Ол кісі де орнығыбасын орнына деп біз жаңағы анда-мында апарып, соның нәтижесінде біз жаңағы Малайзияға бардық. Малайзиядағы кәсіпкерлерге, Малайзиядағы инвесторларға көрсеттік. Мынандай проекті бар. Қандай проекті? Ол жерде жаңағы ақылды сандық қала деген. Соның ішінде робот техникалар жаңағы қаланың ішін жинайды, төбесінде дрондар шығады. Сіз әлемге кіріп, өзіңізге керек нәрселерді таңдайсыз. Ол жерде жаңағы есік алдында магазин, анау-мынау бәрі жоқ, тек қана халық кәдімгідей өмір сүруге арналған. Егер де сіз тапсырыс берген нәрселеріңіздің бәрі машинамен емес, велосипедпен емес, үйіңіздің төбесіне дронмен кеп қонады, сіз одан шығасыз да сол жерден аласыз. Негізі адам баласы 6 сағаттан артық жұмыс жасамау керек. Сіз таңертеңгі сағат 8-ден максимум түскі сағат 2-ге дейін ғана істеуіңіз керек. Болды, қалған уақытта сіз отбасыңызға арнауыңыз керек қой енді. Сондай проектіні бек ұсындыңыз? Иә. Қабылданған жоқ. Әрине қабылданған жоқ. Өйткені гигабайттары жетпейді әкімдердің. Сіздің жобаларыңызды әкімдер қабылдаған жоқ. Әкімдер емес, конкретно әкім қабылдаған жоқ. Берік Әбдіғали деген. Яғни қабылдамауының себебі басында гигабайттарын жетпей қалған. Потому что тарихтан басқа ол кісіде стратегиялық даму жоспары жоқ. Мен үшін ақша ешқашан қызық емес. Өйткені ақшаның құны жоқ. Мадан бері айтып түсіндіре алдым деп ойлаймын аудиторияға, және сіздерге. Екінші мәселе, ақша мақсатқа барар жолда жай ғана құрал екенін ғана айтып түсіндірдім деп ойлаймын. Қорытындылайтын болсам, үшіншіден біз мемлекетке немесе жаңа сырттан біреуге бір нәрсе жасап береді деген мәселені қойып, конкретно бағдарламалар жасау керек. Ол бағдарламалар бізде қазір тұр. Және де біздің жасаған бағдарламалар мемлекетке немесе біздің Қазақстан заңдарына қарсы емес. Президенттің негізгі мақсаты жаңағы өзінің президенттік қалпын сақтап, Қазақстанның сыртындағы мәселелермен, үлкен мәселелермен айналысып берсе болды. Ал қалған іштегі ұсақ-түйек осындай кішігірім нәрселердің бәрін біз өзіміз қатыруымыз керек. Сонда біздің Қазақстан да мықты болады. Қазақстанды басқаратын біздің басшымыз да, президенттеріміз де мықты болады. Одан кейін біздің ұрпағымыз да біздерден кейін мықты болады. Осындай мемлекетте мен өмір сүргім келеді. Және де бір қазаққа түртетін болса, 1000 қазақ қасында тұра қалатын болса, сол үшін міне осындай мемлекетте өмір сүргім келеді. Соған сенейік. Ашық сұхбатыңызға рахмет. Келесі эфирде жолыққанша.